Саламатсыздар ма? Бірінші біз GeoGebra Classic деп іздеу жүйесіне жазып, бірінші тұрған сілтемеге басқан кезде бізде осындай сайт пайда болады. Және мына жерде жоғарыда екінші тұрған үш сызықша тұр, яғни параметр. Осына басамыз. Осы жерден мысалы біз торды жасыруға болады, осы жерден немесе қоюға болады. Және былай жасайық біз. Мына тор, яғни біз бірінші баптауларға кіріп, тор дегенді басқан кезде, major, тордың түрі бізде major and minor grid lines дейді. Соның ішінен major grid lines таңдайық. Сол кезде бізде тор, яғни басқаша түрге енеді. Содан кейін мына төменде бізде плюс батырмасы тұр. Плюс батырмасын бассақ, яғни бізде шамалы координаталық жазықтығымыз жақындайды. Енді былай жасайық. Біз яғни плюс батырмасын басып, координаталық жазықтықты жақындатып алайық, және жылжытайық шамалы. Мына жерде жоғарыда жылжыту деген бар. Енді біз бірнеше нүктелерді белгілейік. Яғни біз көп бұрыш салу үшін бізге нүктелер қажет. А нүктесі, Б, С, Д нүктесі. Енді міне жоғарыда көп бұрыш деген тұр, сол көп бұрыш деген таңдаймыз. Енді көп бұрышты салу үшін барлық төбелерін белгілеп, бірінші және соңғы нүктені қосамыз. Яғни бізде көп бұрыш пайда болды. Яғни осындай төрт бұрыш. Жоғарыдан бұл фигураның түсінің қанықтылығын таңдауға болады. Түсін таңдауға болады. Енді мысалы біз жерде қарасақ, мына жерде көп бұрыштың төбелері көрініп тұр, қабырғаларының ұзындықтары көрініп тұр. Оны алып тастауға болады. Яғни былай жасайық. Біз мына жерден баптауларға кіріп, соның ішінен алгебра дегенді бассақ, мына жерде алгебра деген тұр. Сосын мына жерде құру тәртібі, яғни тәуелділік бойынша дегенді бассақ, бұл жерде мысалы нүктелер барлығы бірге тұрады, кесінділер бірге тұрады, және көп бұрыштар бірге тұрады. Енді мысалы тәуелсіз объектілер, олар нүктелер, соның үстін, яғни мышканың сол жағымен бір рет басамыз. Сол кезде мына нүктелердің барлығы боялады. Содан кейін яғни тышқанның оң жағын басып, яғни мына нүктелердің көрінбеуін алып тастауға болады, яғни алып тастасақ нүктелер көрінбей қалады. Дәл солай тәуелді объектілер тышқанның оң жағын басып, белгіні көрсету дегенді алып тастасақ, яғни бізде мына нелер элементтер көрінбей тұрады. Яғни бізде немесе бүйтіп. Яғни бізде осындай фигура болды. Енді осы фигураға біз қандай да бір түзуге қатысты симметриялы фигураны салу керекпіз. Бірінші ол объектіні түзу арқылы бейнелеу. Енді біз мына фигура бар ғой бізде, бастапқы фигура, осыған, яғни объектіні түзу арқылы бейнелеу дегенді басамыз. Сосын объектіні белгілейміз, яғни бастапқы көп бұрышты. Сосын мысалы Y осыны белгілесек, ол да бір түзу, соған қатысты симметриялы фигура шығады. Сонда бізде симметриялы фигура шықты. Ол фигураның түсін басқаша өзгертіп қояйық, жасыл қылдып. Содан кейін, мысалы бізде бұл Q1 көп бұрышы ғой, сосын мына жақта бізде көрініп тұр. Q1 көп бұрышының атауын, яғни мышканың оң жағын басу арқылы, тышқанның оң жағын басу арқылы қайта атау дегенді бассақ, атын өзгертуге болады. Мысалы A' фигурасы деп. Ал бастапқы біздің көп бұрышымызды оны А фигурасы деп қоюға болады.
яғни тышқанның оң жағын басу арқылы А фигурасы деп атауын өзгертіп қояйық. Яғни сонда бізде А фигурасына OY осіне қарсы симметриялы H' фигурасы алынды. Немесе басқа түзуге қатысты симметриялы фигура алуға болады. Мысалы, айталық, басқа бір түзуге қатысты симметриялы фигура жүргізу үшін бір екі нүкте аламыз. Екі нүкте E және F нүктесі. Сосын E және F нүктесін белгіледік, жаңа нүкте дегенді басу арқылы. Енді мына жерден екі нүкте арқылы түзу жүргізу дегенді басамыз. Екі нүкте арқылы түзу жүргіздік. Енді осы EF түзуі арқылы, яғни А фигурасының симметриялы фигура аламыз. Объектіні түзу арқылы бейнелеу дегенді басамыз. А фигурасын белгілейміз, және жаңағы түзуді белгілейміз. Сол кезде мына EF түзуіне қатысты А фигурасына симметриялы AX' фигурасы алынды. Ол фигураны түсін өзгертуге болады жоғарыдан. Мысалы, оны көк қылтайық. Дәл солай кез келген фигураға симметриялы фигураны алуға болады түзуге қатысты. Назарларыңызға рахмет.